қаланың әртүрлі бөлігіндегі ауаның құрамындағы шаңды анықтау үшін біз тәжірибе жүргізгелі жатырмыз. Бізге қажетті ақ қағаз және де майлы крем. Ең алдымен біз қағазымызға майлы кремді жағып алатын боламыз. Ендігі кезекте біз қаланың шеткі жағындағы ауаның құрамын тексеруге келдік. Қаланың әртүрлі бөлігіндегі ауа құрамындағы шаң мөлшерін анықтау. Яғни бізде қаланың орталығы саябақ бөлігіндегі ауаның құрамындағы шаңды көріп тұрғандарыңыздай таза емес. Бұл бізде қаланың сыртқы жағындағы ауаның құрамы, яғни автомобильдің көп жүрмеуіне байланысты ауаның құрамын тазарырақ екенін байқаймыз. Тәжірибеміз ауаның құрамындағы оттекті анықтау. Яғни біз кристаллизатордың ішіне майшамды салып аламыз, және де оны жағамыз. Содан кейін цилиндрдің көмегімен бетін тығындап жабамыз. Ауаның құрамындағы оттек жанып біткен кезде цилиндрдегі су жоғары көтеріледі. Зерттеуге алынған нысандар бізде әртүрлі жерден алынған су түрлері. Бізде Копа көлінен алынған су, фильтрленген су және ағынды су. Ал енді біз бұл сулардың органолептикалық көрсеткішін анықтайтын боламыз. Колбаға Копа көлінің суын құятын боламыз. Осы жеткілікті. Ал екінші колбаға біз фильтрленген суды құятын боламыз. Бізге осы жеткілікті. Ал үшінші колбаға ағынды судан құятын боламыз. Мінекей, осы жеткілікті. Ал енді бұлардың иісін анықтайтын боламыз. Осы сулардың иісін анықтайтын боламын. Бұл менде бірінші Копа көлі суының иісі, яғни бұны бірінші сілкейміз және иісін көреміз. Иісінен бізде шаңның иісі шығады. Екінші колбадағы су бізде фильтрленген су, бұны бірінші сілкіп көреміз және иісін анықтаймыз. Бұдан бізде таза әрі балғынды иіс шығып тұр. Және бізде үшінші колбадағы су, ағынды су, бірінші сілкіп көреміз және иісін анықтаймыз. Бұдан бізде таттың иісі шығып тұр, яғни бұл су бізде кір. Ендігі тәжірибеде біз осы сулардың дәмін анықтайтын боламыз. Бірінші нөмірдегі бұл Копа суы, аздап дәмін көреміз. Бұл судан сәл лай мен қышқыл дәм шығады. Екінші нөмірдегі бұл фильтрленген таза су. Бұның дәмі жоқ, себебі бұл фильтрленген су. Ал үшінші нөмірдегі бұл ағынды су, аздап дәмін көретін боламыз. Бұл судан таттың дәмі мен жаман дәм шығады. Келесі тәжірибеде біз судың құрамындағы хлорид ионын анықтаймыз. Бізге керекті құрал жабдықтар, бізге азот қышқылы және күміс нитраты. Біз 3 проверкаға 10 мл су құйып аламыз және біз 1 мл азот қышқылын құйып шығамыз. Реакция нәтижесінде бізде сулардың түсі өзгерді, яғни тұнба түзілді. Бұл хлорид ионы бар екенін көрсетеді.
Ал ендігі кезекте біз сулардың құрамындағы минералдарды анықтайтын боламыз. Ең алдымен арнайы стакандарға суларды құйып аламыз және де сабын үгітіндісін аз-аздан қосатын боламыз. Ал енді араластыратын боламыз. Бірінші стакандағы су қатты көпірмеді. Яғни бұның құрамында минералдар көп. Және де қатты су. Екінші стакандағы суда көбік пайда болды. Яғни бұл жұмсақ су. Үшінші стаканда көбік аз, минералдар көп. Сондықтан бұл қатты су. Ендігі кезекте біз су құрамындағы темірдің мөлшерін анықтаймыз. Бізге қажетті заттар. Бізге азот қышқылы және калий тиоцианаты. Біз проверкаға 10 мл су құйып алдық. Енді біз азот қышқылынан пипетка арқылы әр проверкаға 3 тамшыдан қосып аламыз. Реакция нәтижесінде біз сулардың түсін өзгергенін байқаймыз. Бірінші проверкада бізде ақшыл сары түс пайда болды. Екінші проверкада бізде түссіз, яғни бұда темір жоқ. Үшінші проверкада бізде түсі қызарды, яғни мұнда темір жоғары. Ендігі кезекте бізде су қышқылының түсін анықтау, яғни біз лакмус қағазымен әр судың өзінің pH мәнін есептейтін боламыз. Бізде лакмус қағазының түсі қызарса, ол бізде қышқылдық орта, ал егер көгерсе, ол бізде сілтілік орта, және де pH мәні ол бізде 6-5 және 8-5 арасында болса, онда ол су бізде ішуге жарамды деген сөз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай бізде Копа көлінің суы pH мәні 8-ді көрсетті, фильтрленген су бізде pH мәні 7-ді көрсетіп тұр, ал ағынды су бізде pH мәні 9-ды көрсетіп тұр. Яғни бұл жерде бізде барлық қағаздардың түстері сілтілік ортада екенін көрсетіп тұр.